Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен select distinct кілттік сөзімен танысатын боламыз. Алдыңғы сабақта біз сіздермен select танысқанын білетін едік. Ол жұлдызша десек барлық мәндер экраннан көрінеді, ал выборочно болатын болса через запятой жазып кете беретін едік. Дәл сол сияқты select'тің екінші бір түрі бар, distinct немесе плюс count, санау. Қазір байқайтын болсаңыздар, Құрбаналы деген менде 4-еу, Марал деген 4-еу, общий 8 бар, хотя олардың фамилияларында разница бар дейік. Енді SQL-ға өтейік. Қазір мен группада тұрмын. Жазайын деп жатқан distinct не мағына береді? Давайте содан бастайық. 0-ден бастап жазайық. Select distinct. Вот, distinct. Одан кейін есімі from таблицаның аты менде группа. Все, точка запятой. Қазір экранға ранға жіберетін болсам, менде Құрбаналы және Марал деген ғана шығу керек. Окей, міне бір Құрбаналы, бір Марал деген ғана шықты. Хорошо, көшіріп аласылайын. Бұлар не мағына білдіреді? Бұл distinct деген ұсынып жатқан есімнің ішінде однозначнылардың біреуін ғана береді. Яғни бірдей мәндердің біреуін ғана береді. Сонда бізде Құрбанал деген 4-еу еді, соның біреуін ғана шығарды. Марал деген 4-еу еді, оның біреуін ғана шығарды. Ал егер ондай мәндер жоқ болатын болса, ол барлығын шығарады. SQL-ға барайық, Ctrl-V, Select Distinct, есімі емес, давайте тегі дегенде берейік. Вот тегінде менде барлығы әртүрлі, значит менде қазір барлығы шығады деген сөз. Вот Есенбековтан 4-еу, Айтбайдан 4-еу шықты, хотя әрқайсысы бір-біріне ұқсамайды. Сонда обзорға баратын болсақ, distinct деген аттары бірдейлердің біреуін ғана көруге болады. Бұл үлкен базада, мысалға, қалай десек болады? SQL-ға есімі үтір тегі деп берейік, ранға жібереміз. Бізде бұлай деп беруге болады екен да. Сонда мысалға distinct-қа бір-ақ адамды бересіз, соның ішінде ол который біреу болса біреуін шығар, әйтпесе барлығын шығарады. Көп жағдайда негізгі мағынасы distinct-тің аттары бірдей болған сөздердің біреуін ғана береді деген сөз. Тағы бір тексерейік салайық. И вот Құрбаналы және Марал. Ары қарап кетеміз. Ол бізде енді осылардың қанша штук бар екен санайтын болсақ, просто distinct-тің алдына біз count дей саламыз. Count деген счетчик деген сөз санайды. Distinct есімі қанша штук екенін санайық. Вот міне. Сонда қазір бізге экранға 2 деген сан шығады. Олар, значит, Құрбаналдан біреу, Маралдан біреу ғана бар деген сөз. Сонда итоғы count счетчик ретінде жүреді. Сонда бүгінгі сабақта біз сіздермен қарапайым видеода distinct пен count дейтін мысалды қарастырдық. Енді алдыңғы сабақтағы select'ке және select distinct count арналған бізде заданиялар бар екен. Сол заданияларды бірге орындасақ. Задание номер 1, сайтта төбеде тұр. Егер вдруг қарайым деп жатқан болсаңыздар, insert the missing statement, get all the column from the customers. Яғни customers таблицаның барлық элементтерін шығар дейді. Бізде барлық элементтерін көру select еді. Submit answer correctly. Окей, өттік. Келесі заданияда where statement that will select city from column the customer. Яғни customer'дың ішіндегі барлық city элементтерін экранға шығар дейді. Select жұлдызша from еді. Мұнда from деп жазасылайық. Бірақ бізге не дейді? Именно city'ді ғана шығар дейді. City, яғни select city from customers. Окей, correctly. Дальше select all the different values from the country column the customers. Яғни customer таблицаның ішіндегі country ұяшығындағы барлық бірдей қайталанатын сөздерді шығар дейді. Значит, бұл болады select distinct. Осылай еді ғой. Country from, яғни select distinct country. Міне country customers таблицасындағы
counterге ашығындағы бірдей емес мәндердің барлығын шығар деді. Select distinct counter from customers болады. Упс. Distinct дегенде S, я? Distinct, submit, все correctly. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.